Сәлем достар, YouTube арнама қош келіпсіздер. Жалпы көптен күткен, бір жыл кейін кеше келген, белгілі себептерге байланысты әрине өзіміз барлығымыз асыға күтіп отырған Европа чемпионатының келуіне де мінекей басталуына да бірнеше күн уақыт қалды. Өздеріңіз білетіндей, биылғы Европа чемпионаты Европаның барлық қалаларында өтеді. Және биылғы Европа чемпионатында негізінде фаворит көп, алайда соның ішінен мен бір өзім фаворит деп санайтын 4-5 команданы алдым, және бүгін сол командалар жайында сөз ететін болам. Әрине барлық команда жайында айтып өту мүмкін емес, сондықтан сол фавориттер жайында бүгін сөз ететін болам. Жалпы өзім қай ұлттық құрамаға жанкүйермін деген сұраққа келетін болсақ, ең бірінші өзім негізінде Португалия ұлттық құрамасына жанкүйер болам осы Европа чемпионатында. Жоқ, ол жерде жаңағы бір Бруно Фернандеш немесе Криштиану Роналду ойнағандықтан емес, жалпы Португалия ұлттық құрамасы қазіргі уақытта Европа футболындағы жақсы дамып келе жатқан ұлттық құрамалардың бірі. Ойыншыларының барлығы топ клубтарда өнер көрсетеді. Дәл сол мысалы Манчестер Ситиде Рубен Диаш немесе Бернардо Силва сияқты мысалы дарынды ойыншылары бар. Бруно Фернандеш, жоғарыда айта кеткен Криштиану Роналду әрине басты жұлдыз. Жозе Фонте мысалға, Жоау Фелиш, Гонсало Гедеш әрқайсысы өзінің жаңағы командаларындағы алға сүйреп жүрген ойыншылар десек болатын шығар. Және Европа чемпиондары, осы соңғы өткен Европа чемпионатына Европа чемпиондары дәл қазір сол 2000 жылдардың басындағы, әрине бірі білсе бірі білмес, 2000 жылдардың басында Португалия ұлттық құрамасы 2004 жылы нақтырақ айтатын болсақ, өздерінің елінде Европа чемпионаты өтіп, финалға дейін жетіп, финалда сол бір сенсациялық Грекия ұлттық құрамасына жеңіліп қалған болатын. Сол турнирде мысалы ойнаған дәл қазір Португалия ұлттық құрамасында басты жұлдызы Криштиану Роналду мысалға сол турнирде 18 жаста болған. Одан бөлек басқа фавориттер жайында айтып кететін болсақ, ол барлық халықаралық турнирдегі қағаздағы фаворит десек болатын шығар. Бүкіл халықаралық турнир басталғанға дейін фаворит саналатын ұлттық құрама, ол қай кезде де солай болып қалатын футболдың жаңағы бастамашылары деп айтайықшы, Англия ұлттық құрамасы. Жалпы Англия ұлттық құрамасы қай кезде де мен есімді біліп футбол танығалы, Англия ұлттық құрамасы ылғи да фаворит, ылғи да жаңағы мықтылардың қатарына енеді. Алайда жаңағы ойын басталғанға дейін, футбол басталғанға дейін жаңағы аналитика жағынан, ал футбол басталғаннан кейін Англия ұлттық құрамасы неге екені белгісіз, өздерінен күткен бір 50% ойынды да көрсете алмайды десек болатын шығар. Қазіргі Англия ұлттық құрамасы әрине жас дарындарға толы, оларда да, алайда Гаррет Саутгейттің командасы әрине өздерінің 2018 жылы өздерінен выше головы дейді ғой, выше головы секіріп үлгерді. Жаңағы сол бір Бекхэм, Оуэн немесе Руни сияқты жұлдыздары бар ұлттық құрама кезінде жете алмаған шыңдарға жетті 2018 жылы. Және осы Европа чемпионатында да дәл сондай 2018 жылғыдай жинақты ойын көрсететін болса, міндетті түрде алысқа барады деп ойлаймын. Алайда мен өзім жалпы тәжірибелі футбол жанкүйері ретінде Англия ұлттық құрамасынан аса сондай бір керемет ерлік көріп тұрған жоқпын. Және келесі ұлттық құрама осы 2014 жылғы әлем чемпионы, барлық жаңағы ол да халықаралық турнирлердегі тасада қалатын фаворит деп айтайықшы, тасада қалатын, ылғи да жаңағы еленбей қалып, жаңағы халықаралық доп-додасы басталғаннан кейін ғана өзінің нағыз күшін көрсететін ұлттық құрама, ол әрине Германия ұлттық құрамасы, Йоахим Лёвтың командасы. Биыл Йоахим Лёв осы 15 жылдан аса уақыт өзінің басқарған ұлттық құрамасын осы Европа чемпионатынан кейін Ханс Дитер Фликке тапсыратыны белгілі, және Йоахим Лёв те жаңағы жеңісті нотада кетуді қалайтыны белгілі. Жалпы дәл қазір Германия ұлттық құрамасында жаман деп айтуға келмейді. Өздеріңіз білетіндей, жаңа ғана UEFA чемпиондар лигасын жеңген Кай Хаверц, Тимо Вернер, Антони Рюдигер сияқты мықты ойыншылары бар. Одан бөлек мысалы Баварияның жаңағы ақсақалдары, мысалыға Томас Мюллерді айта кетейік, оларда жақсы Мануэль Нойер. Жалпы дәл қазір үлкен Германия ұлттық құрамасында үлкен мүмкіндік бар өздерінің 2014 жылғы сәттілігін қайталауға. Одан кейін әрине Европа чемпионатында Германия ұлттық құрамасы ылғи да нашар өнер көрсетеді әлем чемпионатынан қарағанда. Сондықтан осы традицияны да, осы дәстүрді де жаңағыдай
өшіретін мүмкіндік келді деп айтсақ болатын шығар. 2008 жылғы финалға жеткеннен кейін жалпы Германия ұлттық құрамасы оған дейін де одан кейін де жаңағы бір керемет ойын көрсеткен емес Еуропа чемпионатында өзім көрген уақытта. Және кейінгі ұлттық құрама ол әрине әлем чемпиондары деп айтсам болатын шығар. Соңғы 2018 жылы Ресейде өткен әлем чемпиондары дәл қазіргі осы айта кететін командалардың ішіндегі егер рейтинг бойынша қоятын болса екінші орынға қоятын ем осы команданы. Бірінші орынға қоятын команда жайында сәл кейінірек сөйлесетін боламыз. Ол әрине Франция ұлттық құрамасы әлем чемпиондары, нағыз жұлдыздардың командасы десек болатын шығар. Антуан Гризман немесе N'Golo Канте, Пол Погба барлығы да жаңағы бірінші номердегі жұлдыздар десек болатын шығар өзінің командасындағы. Алайда Франция ұлттық құрамасына да әлі де жетпейтін нәрсе бар сияқты өзімше. Карим Бенземаның қайта оралғанын айтпақшы, айта кетейік. Карим Бензема ұлттық құрамаға 6 жыл салып қайта оралды. Оливье Жиру екеуінің арасында ішкі жаңағы қарсыластықтың бар екені анық, және осы ішкі қарсыластық биылғы Еуропа чемпионатында қатты өрбиді деп ойлаймын. Кім әлі бірінші шабуылшы болатыны белгісіз Франция ұлттық құрамасында, алайда қайсы бірінші шабуылшы болса да екіншісі қарап қалмайтыны белгілі. Бұл тұста осы екеуінің жарысы биыл қызық болатын сияқты негізі. Және Испания ұлттық құрамасы жайында да айта кеткен жөн. Луис Энрике қайта оралғаннан кейін өзінің жұмысына Испания ұлттық құрамасы да үлкен прогресс көрініп тұр. Алайда Луис Энрике осы Еуропа чемпионаты Луис Энрикенің тағдырын шешеді десек болатын шығар. Өйткені айта кетейін, бірінші рет Испания ұлттық құрамасы үлкен доп додасына Мадридтік Реалдың ойыншыларынсыз бара жатыр дәл қазір. Бұл дегені Луис Энрике егер сәттілікке жететін болса, жеңіске жететін болса, немесе жақсы өнер көрсететін болса, осы ұлттық құрамамен, онда Луис Энрикенің абыройы Испанияда артады, әсіресе Каталонияда өздеріңіз білетіндей. Ал егер де сәтсіз өнер көрсетіп қалатын болса, онда Испанияның бақ өкілдері Луис Энрикенің мансабына нүкте қойып тастауы мүмкін, және одан кейін Луис Энрикеге бұндай мүмкіндік тумауы да әбден мүмкін. Сондықтан Луис Энрике мейлінше абайлап өнер көрсету керек. Және тағы бір айта кететіні, топтық кезеңдегі Луис Энрикенің Испанияның қарсыластары ол соңғы Еуропа чемпиондары Португалия ұлттық құрамасы, ұлттар лигасының да бірінші жеңімпазы 2019 жылғы және 2014 жылғы әлем чемпиондары жоғарыда айта кеткен Германия ұлттық құрамасы. Сондықтан мейлінше Луис Энрикеге абай болған жөн. Және сол рейтингтегі жаңа жоғарыда айта кеткен рейтингтегі бірінші номерге қоятын ұлттық құрама жайында айта кетейін. Бұл соңғы ұлттық құрама бүгінгі. Ол әрине нағыз жұлдыздары бар, нағыз жаңағы барлық топ чемпионаттарда өзінің белді ойыншылары бар, барлық топ клубтарда өзінің керемет ойыншылары бар. Бельгия ұлттық құрамасы соңғы жылдардағы әлем футболындағы ең жаңағы өсімі жағынан, прогресі жағынан ешкімге дес бермейтін команда десем болатын шығар. Дәл қазір Роберто Мартинестің командасы нағыз күшінде. Торган Азар, Эден Азардың өзі де осы доп додасында өзін көрсетуі мүмкін. Әлі де оған крест қоюға ерте екенін. Кевин Де Брюйне жарақатынан әрине әзірге белгісіз, қатыспа. Әрине қатысатын болса, ол әрине нағыз басты жұлдыздарының бірі болары анық. Тибо Куртуа да, басқа да ойыншылары Бельгия ұлттық құрамасының дәл қазір нағыз бабында, нағыз күшінде, нағыз өздерін дәлелдейтін уақыт келді деп ойлаймын Бельгия ұлттық құрамасына. Көп жылдар бойы жаңағыдай бір нәрсе себептері болып жүрді ғой жеңбесіне. Биыл енді уақыт келген сияқты жеңетін. Сондықтан менің бас фаворитім әрине Бельгия ұлттық құрамасы. Олар жеңсе ешқандай да сенсация болмайды деп ойлаймын. Алайда өзім Португалия ұлттық құрамасына жанкүйермін. Міне достар, бүгін қысқа болса да осындай Еуропа чемпионатына превью. Комментарияға өзіңіз қай ұлттық құрамаға жанкүйер екеніңізді, немесе қай ұлттық құрама фаворит болатынын, қай ұлттық құрама жеңіске жетуі мүмкін екенін жаза кетсеңіз болады. Сіздермен бірге болғанмен Batinho KZ арнасы. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.